13 ғасыр. Шыңғысхан бастаған Моңғол империясы дала көшпенділерінің ұйымдасу шеберлігі мен әскери стратегияның ғажайып үлгісіне айналды. Олар қол созған жердің бәрін бағындырып, тау мен тасқа өз есімдерін өшпесте қашады. Моңғолдың шапқыншылық шеруі Қытайдың бекіністерінен бастап, Парсының қақпаларына, одан әрі ислам әлемінің жүрегі Бағдатқа дейін жетті. 1253 жылы Қарақорымның алтын ордасында ерекше бір тарихи құрылтай өтті. Құрылтайды Мөңке ханның өзі басқарды. Ұлы хан алқалы жиынға жиналған нояндар мен әскер басылардың алдында болашақ жорықтың маңызын баяндады. Құрылтайдың басты тақырыбы батыстағы ислам әлемін жаулап алу және Моңғол империясының шекарасын Евразияның ең алыс түкпірлеріне дейін кеңейту болатын. Ұлы хан өзінің туған бауыры Хулаху ханды батыс жорығының бас қолбасшысы етіп тағайындады. 1253 жылы Мөңке ханның бұйрығымен Хулаху ханға шамамен 70 мыңнан 150 мыңға дейін әскер бөлінді. Бұл сол замандағы Моңғол империясының ең ірі және жақсы дайындалған әскерлерінің бірі еді. 1253 жылы әскер Қарақорымнан шығып, таңдалған нүктеге 3 жыл өтіп, яғни 1256 жылы ғана аяқ басты. Сол жылы моңғолдар Ирандағы исмаилиттерді талқандап, олардың қалаларын бағындырды. 1258 жыл. Моңғолдар Аббасидтер халифатының астанасы, сан ғасырлар бойы мәдениеттің орталығы болған Бағдат қаласын талқандады. Қала көшелерінде ислам әлемін көкке көтерген кітаптар жанып, оның күлінен аспанға қара түтін көтерілді. Тигр өзенінің суы сия мен қанға боялды. Мұсылман әлемінің рухани орталығы саналған бұл қала моңғолдардың тасқын күші алдында бас иді. Бағдаттың құлауы ислам әлемінің жүрегіне ауыр жара салды. Аббасидтер халифатының соңғы халифы Әл-Мустасим өлтірілді және халифат тарих сахнасынан жойылды. Бағдаттан кейін моңғолдардың көзі батысқа, Сирия мен Палестинаға ауды. Хулаху хан бұл жерлерді толықтай басып алу арқылы Мысырдағы қуатты мәмлүктерге соққы беріп, ислам әлемін түбегейлі талқандауды көздеді. Оның оң қолы болған Кетбұға ноян Сирия жерінде тактикалық шеберлігімен ерекшеленді. Кетбұғаның әскері Хомс пен Дамаскіні оңай бағындырды. Бұл қалалар моңғолдарға қарсы тұруға дәрменсіз еді. Христиан кресшілерімен уақытша келісімге келген Хулаху Палестинаға бет түзеді. Палестинаны бағындырып болғаннан кейін Хулаху хан мәмлүктерге елшілер аттандырды. 1259 жылы моңғолдар Мысырға елшілер жіберіп толық бағынуды талап етті. Бұл талапқа мәмлүктердің билеушісі Сұлтан Құтыз қатал жауап қатты. Елшілерді дарға астырып, олардың басын Каирдің қақпасына іліп қойды. Бұл әрекет мәмлүктердің батылдығы мен күреске дайын екенін көрсетті. Осы сәтте Хулаху ханға Қарақорымнан суық бір хабар келді. Ұлы хан Мөңке дүниеден өткен еді. Ұлы ханды сайлау үшін барлық ханзадалар, соның ішінде Хулаху хан да құрылтайға шақырылды. Нәтижесінде Хулаху Сирияда Кетбұғаны 20 мың әскерімен қалдырып, өзі Кавказ тауларына қарай шегінді. Бірнеше аптадан кейін Құтыз күтпеген одақтасқа ие болды. Ол Құтыздың билігіне наразы болған бәсекелес мәмлүк тобының көсемі Бейбарс еді. Құтызға Хулахудың Қарақорымға шегінгені туралы хабар жеткенде, ол әскери жағдай өзінің пайдасына өзгергенін бірден түсінді. Ол қорғаныс дайындықтарын тоқтатып, орнына моңғолдарға қарсы шабуылға дайындық бастауды бұйырды. Тағы бір батыл қадам ретінде, ол Акрадағы крест жорықшыларының көсемдеріне Акра аумағынан қауіпсіз өту және азық-түлік сатып алу құқығы туралы өтініш жіберді. Таңғалған франктер үшін бұл өтінішке жауап беру қиынға соқты. Ұзақ талқылаудан кейін олар Құтызға өз келісімдерін берді. 1260 жылы 26 шілдеде Мысыр әскері солтүстік шығысқа қарай жорыққа аттанды. Газа маңында Бейбарстың авангарды жаулаушылықпен айналысқан моңғолдардың кішкентай отрядын жойып жіберді. Кетбұға Баалбек базасынан өз әскерін жинап оңтүстікке қарай Тиверияда көлінің шығыс жағалауы бойымен жорыққа шықты.
Көп ұзамай моңғолдар мен сириялық жауынгерлердің үлкен контингенті Тивериада көлін айналып өтіп, Иордан өзеніне жақындап келе жатқаны туралы Құтузға хабар келді. Құтуз олармен кездесу үшін әскерін оңтүстік-шығысқа қарай жылжытты. Мәмлүк әскері түрлі ұлттардан құралған, бірақ бәрі де өз өмірі үшін күресуге дайын ержүрек жауынгерлер еді. Олардың жалпы саны шамамен 10 мыңнан 15 мыңға дейін еді. Бұл әскерде ауыр сауытты атты әскер, садақшылар және жеңіл атты әскерлер болды. Әскердің жүрегі мәмлүк сарбаздары, яғни құлдықтан шығып, кәсіби жауынгерге айналғандар еді. Моңғол әскерінің жалпы саны 10-12 мың сарбаздан тұрды. Бұл әскерлердің арасында атақты садақшылар, жылдам қимылдайтын атты әскерлер және күшті командирлер болды. Оларды Кетбұға Ноян басқарды. Мәмлүктердің басты артықшылығы Айын Жалут даласының ландшафтын шебер пайдалануында. Бұл жер таулы және ойлы қырлы болатын. Мұндай аймақта моңғолдардың шапшаң атты әскерінің артықшылығы азаяды. Сондықтан Сұлтан Құтуз бен Бейбарыс даланың тактикалық ерекшеліктерін алдын ала зерттеп, өз жоспарын құрды. 3 қыркүйекте Кетбұға Иордан өзенінен батысқа қарай бұрылып, Эздрайэлон жазығына көтерілді. Ал Құтуз болса Айын Жалутта тұрақтады. Онда жазық солтүстіктегі Галилей төбелерімен, ал оңтүстіктен Гильбоа тауының тік беткейімен қорғалған еді. Құтуз мәмлүк атты жасақтарын жақын маңдағы төбелерге жасырып, Бейбарысқа ешқашан жеңіліс таппаған жауға қарсы шығуды бұйырды. Кетбұғаның әскері Айын Жалутқа жақындағанда Бейбарыс тез арада олармен қақтығысқа түсті. Құтуздың жоспарлағанындай Кетбұға мәмлүктерді көргенде әскерінің бүкіл күші солар деп қабылдап, шабуылға бұйрық берді және өзі шабуылды бастады. Күштер соқтығысып, қарсыластар бір-бірін сынап жатқандай көрінді. Содан кейін Бейбарыс шегінуге бұйрық берді. Моңғолдар сенімді түрде қуып жүріп, жеңіс олардың қолында екендігіне көздері жеткендей еді. Өзен маңайына жеткенде Бейбарыс әскеріне бұрылып, жауға қарсы тұруды бұйрық берді. Сол кезде ғана моңғолдар өздерінің алданып қалғанын түсінді. Бейбарыс қайтадан моңғолдармен шайқасқа түскенде, Құтуз резервтік кавалерияға төбелерден шығып, моңғолдардың оң және сол қанаттарына шабуыл жасауды бұйырды. Кетбұға мәмлүктердің сол қанатын шабуылдауға бұйрық берді. Мәмлүктер қанша қарсылық көрсетсе де, моңғолдардың қысымына шыдамай, күштері әлсірей бастады. Сол кезде мәмлүк әскері жеңіліске ұшырап жатқанда, Құтуз ұрыстың ең қызу жеріне аттанды да, барлық әскер оны танысын деп, тұлғасын ашық көрсету үшін дулығасын жерге лақтырды. «Уа мұсылмандар!» деп 3 рет айқайлады ол. Сол сәтте қорқынышқа түскен мәмлүк әскерлері бірігіп, сол қаптал қайтадан жандана түсті. Қатар нығайғаннан соң Құтуз моңғолдарды артқа шегіндіретін қарсы шабуылды бастады. Мәмлүктердің қысымына қарамастан Кетбұға да берілмеді. Сол қапталда мәмлүктердің жанданғанын көріп тұрған Кетбұға өзі де әскерлерін жандандыру мақсатында соғыстың додасына кірді. Бірақ оның атына оқ тиіп, ол жерге құлады. Жақын жердегі мәмлүктер оны тұтқындап, Құтузға әкеліп берді. Ал Құтуз Кетбұға Ноянды ойланбастан басын шапты. Басшыларының тұтқынға алынып, басы шабылғанын көрген моңғолдар жан-жаққа қарай қаша бастады. Өз басшысынан айырылған моңғолдар 12 шақырым жердегі Бейсан қаласына дейін шегінді. Аман қалғандары шығысқа қарай Евфрат өзенінің ар жағына қарай қашып кетті. Бірнеше күннен кейін жеңімпаз Құтуз Дамаскке жеңіспен оралды. Ал мәмлүктер Алеппо мен Сирияның басқа ірі қалаларын босату үшін әрі қарай жылжыды. Осылайша, мәмлүктер моңғолдардың батысқа қарай жылжуын тоқтатып қойған жоқ. Сонымен қатар, моңғолдардың жеңілмес екендігі туралы аңызды жоққа шығарды. Моңғолдардың өзіне деген сенімі бұрынғыдай болмады. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.